Қорқыныштан арылыңыз. Көп әйелдерде отбасында алған тәрбиесінің салдарынан өзін-өзі бағалау мен өзін құрметтеу сезімі мүлде дамымаған. Бізді басқаға қамқорлық жасауға және өз қажеттіліктерімізді ұмытуға үйретеді. Жалғыз қалып қаламыз деген қорқыныш, қорғаусыз қаламыз деген уайым. Өзімізді өзіміз асырай аламыз деген түсінік болған емес. Басқаның жағдайын жасауға ғана үйренгенбіз. Әйел заты ажырасқан кезде қатты қорқады. Кішкентай балалары болса одан сайын үрей билейді. Жалғыз өзім қалай тіршілік етемін деген сұрақ мазалайды. Тұрмыста да, жұмыста да жалғыз қалудан қорқамыз. Көп әйелдер өздеріне өз күндерін өздері көре алатынына сенбейді. Ал енді кейбіреулер табысты болудан қорқады. Олар өздерін жетістікке жетіп, жақсы өмір сүруге, бақытқа лайықсыз деп санайды. Өзіңізді әрдайым төмендетіп отырсаңыз, жақсылыққа лайық адам екеніңізді мойындауда қиынға соғады. Көптеген әйелдер ерлерге қарағанда көп ақша табудан, ер адамда сәтсіздікке ұшыраған жерде табысқа жетуден қорқады. Сонымен жалғыз қалу мен жетістікке жетуге деген қорқыныштан қалай арылуға болады? Екеуі де бір мәселенің екі түрлі бейнесі. Өмірімізге көбірек сенім білдіріп үйренуіміз керек. Өмірдің өзі бізді қолдайды. Егер біз оған көмектесуге мүмкіндік берсек, дұрыс жолға бағыттайды. Егер өзімізді әрқашан кінәлі сезініп, басқалардың басқарғанына үйренген болсақ, өзімізді жұрттан төмен санаймыз деген сөз. Ал өмір қиын әрі қорқынышты деген пікірмен өскен болсақ, демалуды білмей өтеміз. Өмірдің өзі қамқоршы болады деген түсінік болмайды. Газеттерден, теледидардан неше түрлі қылмысты көреміз. Әлем бізден алшақ жатқандай сезінеміз. Алайда бәріміз санамыздың бақылауында өмір сүреміз. Неге сенсек, сол шындыққа айналады. Біреудің басына түскен жайт бізге де келеді деген сөз емес. Егер қоғамдағы теріс пікірлерге сенер болсақ, жағымсыз сынақтарға тап боламыз. Ал өзімізді жақсы көріп бастасақ, пікіріміз өзгеріп, өзімізді құрметтей бастасақ, өмірдің өзі дайындап қойған бар жақсылыққа ие боламыз. Өте қарапайым көрінгенімен бұл заңдылық. Денемізді еркін ұстап, тағдырым жағдайымды жасап, мен қауіпсіздікте боламын деген түсінік қалыптастырсақ, өмірдің ағымымен әрі қарай жүреміз. Көп нәрсенің қатар орын алатынына мән беріңіз. Бағдаршамның жасыл түсі жанғанда немесе тұрақтан тамаша орын тапқаныңызда, біреу сізге қажет нәрсені алып келгенде, әлде естігіңіз келген ақпарат қолыңызға тигенде, рахмет айтыңыз. Ғалам өмірге риза адамдарды ұнатады. Өмірге қаншалықты шүкіршілік етсеңіз, өмір де сізге соншалықты рақымшыл болады. Мен шынымен де барынша қорғалғаныма, өмірімде тек игі істер орын алатынына және қауіпсіз екеніме сенімдімін. Жақсы адам екеніме және бар жақсылыққа лайық екеніме сенімдімін. Бұл пікірді қалыптастыру үшін көп уақыт жұмсадым. Біраз оқып іздендім. Көптеген келеңсіз жайттардан құтылуым керек болды. Көкірегі ашу ызаға толы, қорқақ, бейшара, жағымсыз ойларға берілген әйелден өзіне нық сенімді әйелге айналдым. Егер менің қолымнан келсе, сіздің де қолыңыздан келеді. Тек басқаша ойлап бастасаңыз болғаны. Қамқоршы періштелерді шақыру үшін алдымен көзіңізді жұмып үнсіз отырыңыз. Бірнеше рет терең тыныстаңыз және олардың барын сезінуге тырысыңыз. Олар осында, екі иығыңызда. Олардың сүйіспеншілігі мен қамқорлығын сезініңіз. Періштелеріңізбен байланысуды үйренсеңіз, өзіңізді жалғыз сезінбейсіз. Кей қыз-келіншектер періштелерін көре алады, сезінеді, кейбірі естиді. Енді біреулері аттарын біледі. Мен періштелерімді достар деп атаймын. Олардың екеу екенін сеземін. Қандай да бір қиын мәселе бола қалса, осы періштелеріме тапсырамын.
Сендер шешімін тауып көріңдер. Мен не істерімді білмей тұрмын деймін. Өмірімде жағымды оқиғалар орын алғанда мен бірден былай деймін. Достарым, сендерге рахмет, керемет іс атқардыңдар. Бұл жақсылықтарыңды өте жоғары бағалаймын. Періштелерге де рахмет, айтқан еңбектерін бағалаған ұнайды. Олардың көмегіне жүгінуді ұмытпаңыз. Періштелеріңіз әрқашан жаныңызда. Періштелер көмектескенді ұнатады. Олармен байланыс орнату үшін тыныш отырып, көзіңізді жұмып терең дем алыңыз. Олар иығыңызда отыр. Періштелердің жылуы мен махаббатын сезініңіз. Көзіңізге көрінуін өтініңіз. Сізді қорғап жүретіндерін сезініңіз. Проблемаларыңызды шешіп берулерін немесе сұрағыңызға жауап берулерін өтініңіз. Сіз бірден байланыстың орнағанын сезесіз. Дегенмен кей кездері байланыс орнамай, тағы қайталап көру керек болады. Бірақ олардың жаныңызда екені, сізді қатты жақсы көретіндеріне сендіргім келеді. Қорқатын дәнеңе де жоқ.